Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің аты жөнім Мұхболова Рану Эльмуратовна. Мен Жетісу ауданы номер 57 мектептің ағылшын тілі пәнінің мұғалімімін. Менің авторлық бағдарламам 9 сынып оқушыларына арналған. Бағдарламаның тақырыбы жасанды интеллект сұхбаттасушы ретінде ағылшын тілі сабақтарында ауызша сөйлеуді дамыту. Келесі. Түсініктемеде бұл бағдарламада соңғы жылдары білім беруге жасанды интеллект интеграциясы оқушылардың оқу және мазмұнымен өзара әрекетту тәсілін түбегейлі өзгертуде. Соның салдарынан қосымшалардың ішінде тіл үйренуге арналған жасанды интеллект негізіндегі бағдарламалар, әсіресе сөйлеу дағдыларын жақсартуда үлкен перспективалар көрсетуде. Бұл білім беру жолының маңызды кезеңінде тұрған 9 сынып оқушыларының үшін өте маңызды. Мұндай тиімді қарым-қатынас академиялық жетістік пен болашақ мүмкіндіктердің кілті бола алады. Келесі. Бұл бағдарламаның мақсаты 9 сынып оқушыларының сөйлеу дағдыларын жетілдіру үшін жасанды интеллект бағдарламаларын пайдалану. Яғни, жасанды интеллектпен жұмыс істейтін тіл үйрену құралдарын біріктіру арқылы сабақ оқушыларға жеке тәжірибе, жылдам кері байланыс және ауызша сөйлеуде еркін сөйлеу мен сенімді дамыту мүмкіндіктерін қамтамасыз етуге бағытталған. Сабақтың мақсаты жасанды интеллект жаттығулары, модельдеу мен бағалау арқылы оқушылардың айтылуын, сөздік қорын, жалпы сөйлеу қабілетін жақсарту болып саналады. Енді бұл бағдарламаның міндеті неде? Бағдарламаның міндеті оқушылардың сөйлеу сенімділігін арттыру, айтылымды жақсарту, сөздік қорын дамыту және оқушылардың сабақ уақытында еркін сөйлеуді дамытуға бағытталған. Келесі. Енді бұл бағдарламаның өзектілігі неде? Бағдарламаның өзектілігі оның тіл үйренудегі дәстүрлі кедергілерді, мысалға айтатын болсақ, құрдастарымен немесе мұғаліммен сөйлесу тәжірибесінде қол жеткізудің шектеулілігі және вербалды қарым-қатынас кезінде жиі болатын алаңдатушылықты жеңу қабілетіне жатыр. Жасанды интеллект қолдану арқылы оқушылар әдеттегі сынып жағдайында мүмкін болмайтын жиі және мағыналы сөйлеу тәжірибесімен айналыса алады. Жасанды интеллекттің шынайы әңгімелерді имитациялау және лезде түзететін кері байланысты қамтамасыз ету қабілетін пайдалана отырып, бұл бағдарлама 9 сынып оқушыларының сөйлеу қабілеттеріне деген сенімділігін дамытуға мүмкіндік береді. Осылайша олардың жалпы оқу үлгерімі мен болашақ қарым-қатынас дағдыларын жақсартады. Осылайша бұл авторлық бағдарлама цифрлық дәуірде тиімді тілдік білім берудің артып келе жатқан қажеттілігін қанағаттандыруға зор үлес қосады. Енді бұл бағдарламаның жаңашылдығы неде? Келесі. Сабақтарда жасанды интеллектті қолдану, әсіресе тіл үйрену үшін, яғни 9 сынып оқушылары үшін білім берудегі жалғасып жатқан цифрлық трансформацияға сәйкес келе жатқан тенденция. Жасанды интеллектпен жұмыс істейтін білім беру платформаларындағы соңғы зерттеулер мен инновациялар бұл құралдардың оқушылардың белсенділігі мен оқу нәтижелерін жақсартуда тиімді екенін көрсетеді. Яғни, жасанды интеллектті тілдік білімге кіріктіру, әсіресе коммуникация дағдыларын меңгеру өте маңызды. Орта мектеп оқушылары үшін тиімді. Жасанды интеллект көмегімен оқушылар өздерінің жеке қарқыны мен дағдылар деңгейіне бейімделетін жекелендірілген оқу тәжірибесіне қол жеткізе алады. Бұл дегеніміз бұл оқушылардың тиімді сөйлеу тәжірибесіндегі дәстүрлі кедергілерге жеңуге көмектеседі. Келесі. Енді бұл бағдарламадан қандай нәтиже күтуге болады? Күтілетін нәтижелері оқушылар сөйлеу дағдыларында, оның ішінде айтылу, еркін сөйлеу, сөздік қорын пайдалануда болатын жақсартуларды көрсетеді. Жасанды интеллекттің негізінде жаттығулардың интерактивті сипаты оқушылардың белсенділігін көтереді. Сонымен қатар қайталанатын тәжірибе нақты уақыттағы кері байланыс арқылы оқушылар ресми және бейресми контексте сөйлеу қабілетіне үлкен сенім артады. Келесі. Енді бұл бағдарламаның ақпараттық әдістемелік бөліміне не жазылған? Заманауи білім беру технологиялары барлық дағдыларды, оның ішінде ауызша сөйлеуді дамытатын құрал ретінде жасанды интеллектті белсенді түрде қамтиды. Ағылшын тілі оқыту контекстінде жасанды интеллектті интерактивті және адаптивті түрде
қолжетімді оқу құралдарын құруға мүмкіндік береді. Атап айтқанда, жасанды интеллект сұхбаттасушы ретінде 9 сынып оқушыларына арналған ана тілінде сөйлемейтіндермен сөйлесуді қажет етпестен нақты жағдайларда ағылшын тілін үйренудің бірегей тәсілдерін ұсынады. Экраннан көріп отырғаныңыздай, бұл ақпараттық әдістемелік бөлімде ағылшын тіліндегі 4 дағды, сонымен қатар грамматиканы да қамтиды. Келесі. Бұл авторлық бағдарламада жасанды интеллектпен жұмыс жасауда қандай әдістер мен тәсілдерді ұсынады. Өздеріңіз экранда көріп отырғаныңыздай, бұл элективті курста 10-нан астам жасанды интеллект кіргізілген. Сонымен қатар, бұл жасанды интеллекттің көмегімен оқытудың ойын тәсілін пайдалану оқушыларды ынталандыру мүмкін. Сонымен қатар, жасанды интеллекттің кері байланысы, айтылуға, грамматикаға, еркін сөйлеуге қатысты жылдам кері байланысты беру үшін қолданылады. Сонымен қатар, қазір бәрі қолданып жүрген ChatGPT-дан басқа Duolingo, Script, Elsa Speak және тағы басқа жасанды интеллекттерді қолдануға болады. Интеллектіні ағылшын тілін оқытудың дәстүрлі әдістерімен біріктіріп қолдану мектеп оқушыларының заманауи талаптары мен қызығушылықтарына жауап беретін қызықты және пайдалы сабақтарға құруға мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет.